Жоқ, мен өзім бір мандаттық округ бойынша ешқандай партиясыз мен парламентке келдім бұл жерде. Егер де маған ешқандай партиясыз парламентке келу мүмкіндігі жабылса, мұндай жағдайларда мен өзімше шешім қабылдаймын. Саяси партияға Иә. қандай партияны таңдайсыз? Енді мен айта алмаймын бұны. Мен әзірше тек қана бүгін жолдауды тыңдадым, жолдау бойынша өзімше шешім қабылдаймын. Енді бұл саяси партияларға деген берілген біріншіден үлкен жауапкершілік және олардың көбеюіне, олардың дамуына деген ықпалдасатын үлкен мемлекет басшысының тарапынан қойылған шешім. Сол себептен бәрі де мүмкін. Бірақ менің ойымша қазір Қазақстанда саяси партиялардың саны жеткілікті. Осы саяси партиялардың өзін ішінара түбегейлі реформа жасап, олардың бір бағыт-бағдатын, олардың идеологиясын, олардың бір ұстанымдарын анықтап алатын болса, осы сайлаудың алдағы өтеді. Оның өзі де үлкен жетістік деп мен ойлаймын. Бәрібір аманат басым болатын сияқты. Мен оған 100% сендім. Біздің қоғамда қатып қалған бір қағидаттар бар. Сол бір қағидаттың бірі елімізде бір палаталы парламент орнамай, Жаздық уже оны. бағымыз ашылмайды, көсеугеміз көгермейді дейтіндей ұстаным бар. Екінші бір ұстаным, бізде сайлаудың бәрін тосын жариялай салады. Қоғам белсенділері, биліктің оппоненттері дайындай алмай қалады. Сол себепті өмір бақи аманат партиясы басқарып келе жатыр деген сияқты қағидаттар жоқ емес. Енді мінекей президент айтты, біздің пейіліміз, ниетіміз ашық. Дайындалатын болсақ, мінекей бір жылдың өзінде тек өзгерістерді талқылаймыз. Одан кейін тиісті заң жобасын жазып, оны референдумге шығарамыз. Референдум өтсе, бұл қабылданса, тиісті заңдарға өзгеріс енгеннен кейін сайлау жарияланады. Сол кезде сенат тарайды, мәжіліс жаңа сайлауға кіріседі, мәжілістегі партиялар. Сіз маған берген сұхбатыңызда 27 жылы референдум болады, бір палаталы парламент құрылады деген едіңіз. Бұл болжамыңыз дөп түсті ме, әлде алдын ала сценарийді білдіңіз бе? Жоқ, мен ешқандай да білген жоқпын. Білуім мүмкін емес қой. Мен жалпы президенттің 7 жылдық каденциясына байланысты айттым. Ол президент алдын ала бұндай қоғамдық саяси өзгерістерге бармайды. Сол өзінің құзыреті аяқталар соңғы бір-екі жылдың көлемінде ғана жасайды деген жалпы саясаткерлік тұрғыда айтылған сөз ғой. Жалпы мен ойлаймын, бұл өте дұрыс шешім болды деп ойлаймын. Президент осындай парламенттік реформа жасауға және бір палаталы парламент жүйесін құруға бастама көтеруі, бұл елдегі саяси өзгерістерді, халықты үлкен саяси өзгерістерге тартуға ықпал ететін бір шешім деп ойлаймын.